Адам ағзасына өте пайдалы дірілдек жасадым. Ол үшін бізге керекті заттар: қойдың сирағы болсын, кез келген сирақ болады. Менде мінекей сиырдың сирағы. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп алып, осыны қазір суға салып қайнатамыз. Мінекей сирақтарды сыйымдылығы үлкен ыдысқа су құйып алдым. Осыны салып жатырмын. Мінекей қайнады, енді көбігін сүзіп аламыз. Көбігін сүзіп алғаннан кейін суын төгіп, қайта су құямыз. Мінекей бір рет суын төгіп тастадым, екінші рет құйып жатырмын. Барлық толып бататындай су құйып. Енді татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және ет саламыз. Мінекей 2 ас қасық тұз салып жатырмын. Етімізді түйіршіктелген қара бұрыш және лавр жапырағы. Мінекей екінші рет қайнады. Бетіндегі көбігін сүзіп аламын. Жақсылап сүзіп алғаннан кейін баяу отта қайнатамыз 5-6 сағат. Салған етіміз жас малдың еті болғандықтан, оны 1,5 сағаттан кейін сүзіп алатын боламын. Мінекей асын басып қойдым. Енді баяу отта 5-6 сағат қайнатамыз. Мінекей қайнап жатқанда 1,5 сағат уақыт өтті. Енді етімізді сүзіп аламыз. Мінекей 6 сағат қайнады. Өте жұмсақ. Мінекей сүзіп алып жатырмын. Мінекей езіліп тұр. Сүзіп алғаннан кейін сіңірді мінекей сүйегінен ажыратамыз. 4 бұрыштап турап шығамыз, видеода көрсетілгендей. Одан кейін етімізді сүйегінен ажыратып, оны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Негізі дірілдекті кез келген ыдысқа дайындауға болады. Өз еркілеріңізде. Мен кесені пайдалануды жөн көрдім. Осындай кесені алып, сәндік үшін әрине астына осылай петрушканы қойып шығамыз. Петрушканы қойып шыққаннан кейін консервідегі горохты, жүгеріні пайдаландым. Негізі сіздер пайдаланбай қойсаңыздар болады. Сіңірмен сорпаның өзінен де керемет дірілдек шығады. Ұнатпасаңыздар әрине қоспай қойыңыздар. Мінекей осылай горохты, одан кейін консервідегі жүгеріні салып шықтым рет-ретімен. Үшінші етті, одан кейін сіңірді салдым. Сорпаны міндетті түрде құятын кезде сүзгіден өткізіп алу керек, себебі сорпаның құрамында қанша дегенмен, яғни сүйек бөлшекке бөлінгендіктен, оның құрамында сүйек кездесуі мүмкін майда-майда, сол себепті оны сүзіп аламыз. Сорпаны құйып болғаннан кейін, яғни бір түнге қалдырамыз 10-12 сағатқа. 12 сағаттан кейін дірілдегіміз дайын болады. Сіздерде үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді, денсаулыққа пайдалы тағам. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы. Менің арнама жазылуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.